Қазір мына үнемдеудің айналасында үкімет барлық тетікті іздейді. Артық ақша бермеуді, бар жерден қысқартып қалуды, тек соған себеп бермеу керек. Өкінішке қарай оған себеп беріп тұрған менің өзім ойым, үкімет енді аргументтерін беріп отыр. Оларда да бір 10 шақты факті жоқ дегенде барды, сондай арамдық істеген адамдар. Сондай істейтін адам басқаға зияны тиеді деп ойламайды ғой. Ал оның зияны шынымен тиіп отыр. Шынымен қазір тісін емдеткісі келіп отырған тіпті 30-дан асқан адамдар бар, мен білетін. 40-тағы ақшалары жоқ емделенсе. Мәмістің жағдайы анау. Оның алдында біз мәміс туралы заңда да өзгеріс бердік. Қалған белгілі бір пайызын ертең жұмсалмаса, емделмесе алып қалып отырсын, жинасын. Оған үкімет келісім бермеді. Демек не? Оларда үнемдеудің бүкіл әрекетін жасап отыр. Қазір қандай да бір уәж айта аламыз, дауласа аламыз деп ойламаймын, себебі үкіметтің қолында факті бар жаңағы. Мен қолдамаймын, бірақ дауласа алмаймын бұл жерде. Өйткені олардың жаңағы фактісі бар, ал мыналарды не істейсің деп алдыма қоя салады. Енді мен өзім жаңағы цифрларды қарап шықтым. Жаңағы жинақтау қорынан отбасы бар арқылы жаңағы тіс емдеуге, жаңағы стоматология кабинеттерге енді масқара цифрларды шын айтпау керек. Менің ойымша сол қаржыға екі Қазақстанның жаңағы азаматтарының тісін жөндеуге болады. Сондықтан менің ойымша қазірге тоқтатып қойғаны менің ойымша дұрыс деймін. Бұл жерде қаржы шығарып жатқан мысалға Атырау қаласы, Астана, Алматы ғой, сол жердегі болып жатқан. Енді ең көбісі мынау Атырау қаласында болып тұр. Сондықтан бұл бір ұйымдасқан бір қылмыстық топ деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде бір жүйеге келтіріп, тәртіп орнатып, онан кейін барып рұқсат беру керек деп ойлаймын.